Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін әтір жасауды үйренетін боламыз. Әтір жасау үшін бізге эфир майлары, эфир спирті және саздан қағаз парағы қажет. Біз әтір жасамас бұрын ұзындығы шамамен 9-11 сантиметр қағазды қиып алып, эфир майларын бір-бір сантидан тамызамыз. Өзімізге ұнаған хош иістерді алып, әтір жасаймыз. Маған ұнаған хош иістер эфир майлары, лаванда және бергамот майлары, және екінші нотада апельсин және жасмин майлар, үшінші нотада бадам майын аламыз. Осы майларды шығарамыз. Бадам майын. Бірінші нотада лаванда майын алып, біз ыдысымызға 5 тамшы тамызамыз. Мынандай пипетка аламыз дейік. Және қақпағын қатты жауып қоюымыз керек. Себебі ұшқыштығы жоғары, ауаға тез буланып, тез таралады. Сондықтан қолданылғаннан кейін қақпағын қатты жауып қоюымыз керек. Енді бергамот майымыз. Бергамот майы. Осыны алып 5 тамшы тамызамыз. 5 тамшы тамызды. Енді екінші нотада біз апельсин және жасмин майларын алып, 10 тамшыдан жасмин. Бұл жасмин майы. Жасмин майының түсі мөлдір, немесе сарғыш болады. Енді келесі біз апельсин майдан. Апельсин майының түсі пішкен сарғыштау. Бұдан 10 тамшы құйдық. Енді үшінші нотада біз бадам майын аламыз. Бадам маймен 20 тамшы құямыз. Бадам майы